Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сабағымызда жаңа бөлімді бастаймыз. Қазақстандағы туризм және экотуризм деп аталады. Сонымен қатар пунктуация, сөйлем соңында қабаттасып қойылатын тыныс белгілер деген тақырыпты бастаймыз. Бүгін бізде бірінші сабақ Қазақстандағы туризм. Бұл сабақта екі мәтінді жүзеге асырамыз. Бірінші, мәтіннен алынған дәйек сөздерге, үзінділерге сүйене отырып көтерілетін мәселені болжау. Екінші, сөйлем соңында қабаттасып қойылатын тыныс белгілерін дұрыс қолдану. Бірінші оқылым мәтініне келетін болсақ, Сәкен Сейфуллиннің «Көкшетау» деген поэмасынан үзінді алып отырып, қазір осы өлеңді оқимын. Тапсырма сендерде былай болады: әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті қолданып, өлеңді мәнерлеп оқыңдар. Перифраздарды пайдаланып, мәтін бойынша сұрақтар құрастырыңдар. Қазір перифразды есімізге түсіреміз. Бірінші, «Көкшетау» поэмасынан үзінді оқимын. Арқаның кербез сұлу Көкшетауы, дамылсыз сұлу бетін жуған жауын. Жан жақтан ертелі-кеш бұлттар келіп, жүреді біліп кетіп есен сауын. 80 көл Көкшетаудың саясында, әрқайсысы алтын кесе аясында. Ауасы дертке дауа жұпар есті, көкірек қан шашытса тоясың ба. Ырғалған көкке бойлап қарағайы, қасында көк желекті аппақ қайың, жібектей желмен шарпып төңіректі, балқытып мас қылады иіс майы. Қарағай биік шыңды қиялаған, еш адам оны барып қиялмаған, шаңқылдап тау жаңғыртып шыңға қонып, жалғыз-ақ көк қаршыға ұялаған. Көк пеңбек шың басынан мұнар кетпес, басына атсаң дағы оғың жетпес. Бір жұтсаң Көкшетаудың жұпарынан, өлгенше көкірегіңнен құмар кетпес. Саралтын Көкшетаудың ерте кеші, тау мен күн сүйіскендей еркелесіп, суретті шежіресі өткен күннің сілекей ағызады ертегісі. Міне балалар, осы Көкшетау поэмасынан алынған үзіндіні оқып отырып, Көкшетаудың табиғатын көз алдымызға елестетіп отырмыз. Шынында да Көкшетауға жететін, немесе Көкшетауда жер жаннаты деп айтып жатады. Оның табиғаты өте сұлу. Өздерің жыл сайын мамалармен, папалармен бірге демалып барып көріп жүрсіңдер. Ондағы Оқжетпес, ондағы Бурабай, ондағы Жұмбақтас, олар бір жеке-жеке ертегі деп айтуға болады екен. Жақсы, тапсырма мынандай: перифраз. Перифраз дегеніміз не? Перифраз құбылыстар мен заттардың атын атап, түсін түстемей, айрықша белгі қасиеттеріне негіздей отырып ауыстыру тәсілі. Перифраз мәтіннің идеялық, эстетикалық және көркемдік байлығын арттырады. Мағыналық реңкпен оның әсерін күшейтеді. Мысалы, орман патшасы, дала кемесі, қара алтын, пәниден бақи кетті, аққу ұшып көлге кетті дейді. Мінекей бұлар орман патшасы деп құсты айтып отыр, дала кемесі деп адамды айтып отыр, қара алтын деп затты айтып отыр, пәниден бақи кетті, аққу ұшып көлге кетті деп отырғанның бәрі де адам дүниеден озды деген мағынаны білдіріп тұр. Сондықтан да сендер тапсырма перифраздарды пайдаланып, мәтін бойынша сұрақтар құрастыру болады. Енді әр оқушы 2 сұрақ, 3 сұрақтан құрастырса, өздеріне жақсы болады деп ойлаймыз. Ол сендердің артынан орындайтын тапсырмаларың. Бірінші тапсырма осы. Екінші мақсат бойынша бізде сөйлем соңында қабаттасып қойылатын тыныс белгілері. Сендер білесіңдер, жай сөйлемдердің соңында, құрмалас сөйлемдердің соңында нүкте, нүкте, сұрау белгісі, леп белгісі деген белгілер қойылады. Бірақ та кейбір уақыттарда сөйлемдердің соңында 2 тыныс белгісі қойылады екен. Неге? Сөйлеушінің эмоциясын жазу арқылы жеткізуде кейде бір ғана таңба жеткіліксіз болады. Соған байланысты сөйлем соңында кейде тыныс белгілері қабаттасып қойылады. Мысалы, бір жерде біріншіден тыныс белгілері деген сұрау белгісі мен леп белгісі тұр. Бірінші сұрау белгісі болады, сосын леп белгісі. Неге? Сұраулы сөйлем лептік интонациямен, екіұдай сезіммен, сұрақ басым болса, сұрау белгісі бұрын, көңіл-күй екпіні басым болса, леп белгісі бұрын қойылады. Яғни сөйлемде сұраулық мән басым болатын болса, сұрау белгісі, ал жаңағыдай көңіл-күйіне байланысты екпін басым болатын болса, леп белгісі, содан кейін сұрау белгісі қойылады. Осылай бұларын білдім бе мен? Көрдіңдер ме? Сұрау белгісі және леп белгісі қойылып тұр. 2 тыныс белгісі деп қойылады. Екіншісі сұрау белгісі және көп нүкте. Ой аяқталмаған жағдайда бірінші бөлігі сұрау мағыналы болса, алдымен сұрау белгісі, сосын көп нүкте қойылады. Мына жайды байқадың ба?
сұрау белгісі және ой аяқталмай қалды. Ар жағына ой тастап тұр, көмдікте қойылып тұр. Үтір және сызықша жалғаулықсыз қарсылықты салалас құрмас құрамындағы жайсүлемдер арасына үтір сызықша қойылады. Көнгім келмеді, амалым не? Қарандаш, көнгім келмеді, бірақ деген жалғаулықшылаудың орнына үтір және сызықша қойылып тұр. Амалым не? Леп белгісі немесе сұрау белгісі тырнақшаның ішінде. Ол төл сөз бен автор сөзіне байланысты. Төл сөз бен автор сөзі арасына сызықша үтірмен леп белгісімен қабаттаса келуі, сондай-ақ тырнақша мен үтір көп нүкте сұрау леп белгілері қабаттаса қойылуы да мүмкін. Яғни бұлардың бәрі де көбінде төл сөз бен автор сөзінің арасында кездеседі. Ондай тапсырмаларды біз орындап жүрміз. Бұл да қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Көзіңе қарамайсың ба? Сұрау белгісі мен леп белгісі бірге келіп тұр деп шаңқ етті. Көрінер ме? Бұлардың бәрі де сөйлем соңында қабаттасып қойылатын тыныс белгісі. Яғни қабаттасу деген екі тыныс белгісінің қойылуы екен. Үйден кітаптан ережелерін оқып аласыңдар. Мен сендерге жалпы кесте бойынша түсіндіріп отырмын. Өйткені тағы да естеріңе саламын, кейбір оқушыларда әртүрлі баспамен оқып жатырмыз. Біреуінде ата мұра, біреуінде арман ПВ деген сияқты, біреуіне мектеп болуы мүмкін. Сондықтан да әр оқушы өзінің кітабынан тағы да сөйлем соңында қабаттасып қойылатын тізбелерін оқып аласыңдар. Енді экотуризм деп жатырмыз. Сондықтан да мынандай тағы да бір тапсырма келіп тұр сендерде. Отандық туризмді дамыту. Осыған байланысты тапсырма орындайтын боласыңдар. Қазақстан Евразия кіндігінде орналасқан шығыс пен батыс дәстүрлерін байланыстырушы дәнекер жол. Елдің көне мәдениеті мен көркі әркімде өзіне тартып тұрады. Бүгінде Қазақстан туризмнің барлық түрі бойынша нақтырақ айтсақ, танымдық, сауықтыру, этникалық, экологиялық, шипажай сауықтыру, Қазақстандағы туристік ресурстарға, туристік қызмет көрсету нысандарын қамтитын табиғи, климаттық, тарихи, әлеуметтік, мәдени сауықтыру нысандары, сондай-ақ туристердің рухани қажеттерін қанағаттандыра алатын, олардың күш-жігерін қалпына келтіріп сергітуге жәрдемдесетін нысандар жатады. Олар мәдени, танымдық, экологиялық, спорттық, әлеуметтік, діни, тағы басқа туризм түрлеріне бөлінеді. Қазақстандағы туристік нысандар солтүстік Қазақстан аймағында Көкшетау, Бурабай, Баянауыл, Ерейментау, шығыс Қазақстан аумағындағы Зайсан, Марқакөл, Қазақстандық Алтай, оңтүстік Қазақстан жеріндегі батыс, солтүстік Тянь-Шань, Алтын Емел таулары, Жетісу алабы, батыс Қазақстандағы Үстірт, Мұғалжар, Каспий ойысы, Жайық өңірі, орталық Қазақстандағы Қарқаралы, Қызыларай, Бектау ата, Ұлытау тағы басқалары табиғи нысандар жатады. Бұлардың бәрі Қазақстандағы туризмдік жерге жататын жерлер. Қазақстанның туризмін дамыту арқылы ұлттық туристік өнімнің тартымдылығын арттыруға, Қазақстанның әлемдік туристік нарық жүйесіне кіруіне жәрдем етіп, мемлекет экономикасының шикізаттық емес сектор ішіндегі кірісті саласына айналуға мүмкіндігі бар, дамыған бәсекеге қабілетті туристік индустрия құрылатын болады. Бұл ретте республикада Қазақстанның орталық Азия өңірінің орталығына айналуына нақты жағдайлар мен мүмкіндіктер жасалады. Бұл мәтін арқылы біздің отандық туризмімізді қалай дамытуға болады деген сұрақты қарастыруға болады екен. Бұл оқылым мәтіні болатын. Енді осы тапсырма бойынша жазылым тапсырмасын орындайсыңдар. Менің отаным Қазақстан экспедициясының болашағына болжам жасаңдар. Болжамдағы негізгі сөйлемдер егер, онда, алайда деген сөздерден басталсын. Яғни әр оқушының 7-8-9 сөйлеммен осы тапсырманы орындауына болады. Көтерілетін мәселені болжайды, өз ойын дәлелдеп жазады, болжам жасайды. Яғни экотуризмді қалай байытуға болады. Тақырып менің отаным Қазақстан. Келесі тапсырма сендерде Ғафу Қайырбековтың «Алтын бесік туған жер» деген өлеңі. Амансың ба аманның қарағайы, амансың ба ақтерек балағайың, амансың ба жетікөл жетіп ота, тостағандай көзіңнен айналайын. Алтын бесік туған жер, айна сұлу жетікөл, сағынғанда келмесем сәбиіңді кеше көр. Амансың ба аманның қарағайы, жан қарындас бауырым жан ағайын, бала перзент қарсын қанымдағы, атыңдатап өзіңе ән арнайын. Қабыл ал сен туған жер, сол әнімді мендей көр, сағынданба шырқасын самал желге айтып бер. Дескриптор өлең шумақтарын жай сөйлемдерге айналдырып жазады, сөйлем соңында қабаттасып қойылатын тыныс белгілерін қояды. Жазылым суретпен жұмыс жасайсыңдар, дескрипторларды қолданып қараймыз. Үй тапсырмасы Қазақстанға келетін туристер үшін кім, не, қашан, қайда деген сұрақтарға жауап беретіндей 4 бағытта зияткерлік карта жасаңдар. Свод талдау, мәселенің жағымды және жағымсыз жақтарына сараптама жасау, оның мүмкіндіктерін бағалау, орын алатын